Начало твоего пути. Сәлеметсіз бе? Осы сабақты бастамас бұрын сізге өткен сабақтардың тақырыптарын оқып шығуды ұсынамыз. Бұл сабақ сізге тыйым салу белгілері туралы айтып береді. Тыйым салу белгілері шектеулер енгізілетін және алынатын жол учаскелерінің алдына орнатылады. Айрықша ерекшеліктері қызыл контуры бар дөңгелек пішім шектеулерді енгізеді, ал қара контуры бар шектеулерді алып тастайды. 3.1. Кіруге тыйым салынады белгісі. Ол кері бағытта қозғалысты болдырмау үшін, сондай-ақ іргелес аумаққа кіруді және шығуды ұйымдастыру үшін бір жақты қозғалыс жолдарында қолданылады. 7.14. Жолақ белгісі бар. Бұл белгі белгілі бір жолақтарға кіруге тыйым салу үшін пайдаланылуы мүмкін. Егер бұл белгі сіздің қалаған объектіңізге кіруге кедергі келтірсе, онда бұл жерге әрдайым басқа кіру бар екенін ұмытпаңыз. 3.2. Жүруге тыйым салынады белгісі. Кез келген көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады. Жүк автомобильдерінің қозғалысына тыйым салынады белгісі максималды рұқсат етілген массасы 3,5 тоннадан асатын жүк автомобильдерінің және көлік құралдары құрамының қозғалысына тыйым салады. Егер белгіде салмақ көрсетілмесе, немесе рұқсат етілген ең көп масса белгіде көрсетілгеннен үлкен болса, сондай-ақ тракторшылар мен өздігінен жүретін машиналар. Бұл белгі көк фонда бүйір бетінде ақ диагональды жолағы бар адамдарды тасымалдайтын жүк көліктерінің қозғалысына тыйым салмайды. Мотоцикл қозғалысына тыйым салынады және тракторлардың қозғалысына тыйым салынады сияқты белгілер бар. Тіркемесі бар көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады белгісі кез келген түрдегі тіркемелері бар жүк автомобильдері мен тракторлардың жүруіне, сондай-ақ механикалық көлік құралдарын сүйретуге тыйым салады. Бірақ бұл белгі жеңіл автомобильдердің тіркемемен жүруіне тыйым салмайды. 3.8 белгілері ат-арба көліктерінің, мініс және жүк артылған малдардың шаналарының қозғалысына, сондай-ақ мал айдауға сондай-ақ мал айдауға